Ассалаумалейкум. Короче, Camry V6 1MZ FE и немесе. Бензин салонға келетін болды иіс. Пеш қосқанда салонда алып кетеді бензин иісі. И в общем, мына жерден бәрін алдым. Так. Содан мына жерде форсунка бар. Бірінші цилиндрдің форсункасы. Мына жердегі осыдан бензин жіберіп тұрды. Мына бүйтіп қозғалады. Бүйтіп сосын бүйтіп қозғалғанда бензин ақты, короче. Содан в общем, машина танып тұрған кезде осы жер бензинге толы болды. Жылтырап тұрды мына жер. Мыналар көп білінген жоқ. Мына менен бұрын бұл герметик жақтан толтырып. Осы жерден кеткен бар мүмкін баяғыда. Мыналардан кеткен жоқ. Мына жерден осылай. Мына жердің бәрі толып тұрды. Мына жерде VVTi дейтін датчик болады. Так. Сосын екінші датчигі мынау VVTi'дің. Кім іздеп жүрсе егерде біреу. Так, осындай проблема. Мынаның бәрін алу үшін оңай бірге шығады. Колонка. Топливная колонка дейді. Осыны енді шешіп специальный несі болады, уплотнителі болады, сальник сияқты. Соны салу керек. Негізінде мен бұны мастерге апарған троить етіп тұрды бұл машина. VVTi деді, VVTi'ны ауыстырттым. Бірақ онымен болмады. Кетпеді. Бірінші цилиндрдің клямзоны ауыстырдым, бәрібір кетпеді троить еткені. Сондай проблема болды. Сосын онымен үйге алып келіп, екі VVTi алдым. В общем, екі VVTi алдым. Сосын мына жағынан біртала свечаларын ауыстырып жібердім. Мына жақтың. Мына жақтың свечаларын ауыстыру қиын. Бәрін алу керек. Чем мына жақтан көрі. Так. Сосын дейтін, бостан босқай екі VVTi алдым, үш свеч алдым бостан босқа. Ақша кетті, мастерге бердім. Онымен иіс шығып кетті. В общем, өзім қарайынша деп асықпай. Осы жерден кетіп тұр екен. Бір үміт болып қалар. Осындай да болады бензин иіс шықса. Осы жерден қарайсыңдар. Қарағандарына рахмет. Енді бұйырса тағы да салармын.